Мынау ескі здания исторический қирап соны бұлар әдемі қылып істеп алған осындай. Қараңыздаршы міне. Керемет. Ескі француздардың стилімен салынған здание. Қазір мына жерден канатный жолға өтеміз. Билет сатып алғанбыз онлайн. Билет онлайн, электронный. метр ұзақтығы. Кеттік міне. 8 километр ұзаққа жүреміз. Әлемдегі ең үлкен мұхиттың үстінен өтетін аспалы жол. Ұзындығы 8 километр. Бұл Вьетнам мемлекетінің Фукуок аралында орналасқан. Фукуок пен Хантон аралдарын байланыстырады. Асылда көріп отырғандарыңыз теңіздің жағасында орналасқан қайықтар, бұлардың барлығы жергілікті балықшылардың, былай айтқанда балықшылардың районы балық аулаумен күн көреді жергілікті адамдар. Және екіншіден бұлар туристер арқылы ақша табады. Туристік бағыт бұл жаққа 2010 жылдан бастап қана жүзеге асқан. Енді дамып жатыр. Бұл жерде қайықтан кіріп болады сияқты. Бұл жерде ең суық кезінде плюс 28 градус болады. Сондықтан үйлерінің барлығы жай қаңылтырдан кірпіштен жұқа сала салады. Сондай бір сейсмологиялық мықтылықты қамтамасыз сұрамайды. Араларында осындай будда храмдары кездеседі. Енді салып жатыр. Су, мына жерде тұнық екен байқадың ба? Ақтайрақ құм ғой деймін. Арал осындай. Бұл жерде енді Хантон аралына дейін аралығында бір 7-8 арал бар дейміз. Негізі одан ары қарай да аралдар өте көп жалғаса береді. Ұсақ аралдар. Демалысқа арналған аралдар өте көп мына жақта. Бірінен кейін бір орналасқан. Осындай канатный аспалы жолға арналған бақылауға арналған пункттер бар. Біз отырған кабинаның ішіне қанша адам сияды? 30 адамға дейін сияды. Кабинаның ішіне. Мынау өтетіміз қазір екінші биік колонна. Ең биік ар жағында орналасқан. Жерді көтерсіздер ме? Бірден көтеріп кетті. Мынау аралдардың көбінде аралдар, жемчуг өндіретін аралдар. Бұл Вьетнамның жемчуг, меруерт, інжу шығаратын аралдарына жатады. Осы аралдарды сонымен айналысады. Және бұл аралдардың ар жағында теңіздің астына саяхат жасауға арналған орындар бар.
Ага. Бұл аралдың бір жағы Камбоджамен шекаралас, екінші жағы Таиландпен шекаралас, үшінші жағы Қытаймен шекаралас. Осындай үш мемлекетпен шекарада орналасқан. Сиам бұғазында орналасқан. Негізі Сиам бұғазы Үнді мұхитына жатады. Оны географиялық тұрғыдан Қытай теңізі деп атайды негізі. Шығыс Қытай теңізінде орналасқан. Оңтүстік Қытай теңізінде деп отыр. Осы аралдардың байланыс жерінде біраз ағыс бар, жылдам ағыс бар. Анықтап қараса байқалады. Жалпы бұл жақта адам өміріне ең қауіпті үш нәрсе бар. Соның бірі теңіздің кері ағысы, яғни толқынмен бірге кері келетін кейбір ағыстар адамды атып кетуі мүмкін, одан дұрыс шыға алмаса. Екіншіден, бұл жақта алкоголь ішімдіктер өте сапасыз, осыдан көп адамдар уланып қайтыс болып жатады. Үшіншіден, бұл жақта ең қауіпті жол апаты. Бұл жақта машина өте аз және мындай мотоциклдармен жүреді адамдардың барлығы. Егер оны дұрыс жүруді белгілі бір спортпен жүрмесе, ақырын жүрмесе, дұрыс білмеген адамдар көп жол апатына ұшырап жатады. Осындай үш үлкен қаупі бар. Мына аралдарға қарасаңыз, әдемі үйлер орналасқан. Мына үйлерді қарашы. Үстін шөп жоқ болған сияқты үйлер. Әдемі қарашы. Домиктер осы. Қанша метр биіктікке екеніміз белгісіз, иә? Қанша метр биіктік екенін мен жазамын бұйыртса. Қазір сіздер ең биік колоннадан өтеміз. Бұл осы жердегі ең биік колонна. Ең биік колонна аралдың үстінде орналасқан. Осы әрбір колоннаны обслуживать ететін орындар бар аралдарда орналасқан. Адамдар осыған қызмет етеді. Мына жер ең биік жер. Иә, самый биік. Мына жақта Сиам бұғазы. Жоғарыдан көрініс. Ұзақтығы 8 километр, 15 минут жүреміз. 15 минут бойы осылай жүретін боламыз. Мен қазір бара жатқан жолды түсіріп жатырмын. Қайтарда түсіремін. Билет құны бір адамға 650 донг, балаларға 450 донг. Егер бойының биіктігі 1 метрден төмен бала болса, ол тегін кіреді барлығы. Бұның ішінде Хантом аралындағы, бұл бағаға Хантом аралында үлкен аквапарк бар. Акватопия аквапарк деген, сол ішіне билеті барлығы кіреді. Сол жерде аквапаркмен тегін жүре бересіздер. Бірақ бұл жердегі ресторандардың бәрі ақылы. Ресторандар тамақтанып ақылы болады. Негізі бұл жерде көп ойын сауық орталықтарының барлығы сағат 3-ке дейін ғана жұмыс істейді. Мына аспалы қанат жолы екі уақыт адамдар кетеді. Біріншісі осында таңертең ерте, екіншісі түс ауа 2 рет апарады. Қайтар жолдар көп болады, қайтатын адам үшін. Өйткені ана жақтағы аралға адам сыйымдылығын есептейді олар. Міне осы алдымыздағы аралдардан жемшік өндіретін аралдар басталды. Бұл аралдар осыдан ары қарай аралдар жалғасады. Өте көп аралдар. Біздің мынау көз жетіп тұрған аралдар 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ол жақта арал бар. Көрмей жатқандарын есептейін. Ар жағында бұдан 20-30 километр ары қарай аралдар тағы да шоғыр басталды. Көп аралдар шоғыр. Нақты негізі 8 километр, дәл нақты ұзындығы 7899-да 9 метр ұзақтықты құрайды. Қанат жолының ұзақтығы. Бұл аралдар бұрын көп адамдар тұрмаған бір аралдардан негізі. Бұлардың көбі балықшылар тұратын, балықшы тайпалар тұратын 19 ғасырда сондай аралдар болған. 2000 адам, 1000 адам тұратын, 500 адам тұратын осыларда балықшылықпен айналысатын. Одан кейін француздар келіп бұл жерді жаулап алғаннан кейін түрмеге айландырады. Осы жерде өздері тұрып біраз үйлер салады. Сөйтіп одан 1930 жылдары өздеріне қайтып келеді осы аралдар. Содан бастап бұл жерлерде адамдар көп қоныстана бастаған. Жалпы Вьетнамның халық саны 100 миллионды құрайды. Қазіргі санақ бойынша 100 миллионды құрайды. Не бір ұшып келе жатыр, иә. Катер.
аралы жемчуг өндіретін арал. Осындай құрылғылармен тұрады. Мынау біз қазір Хантон аралына келдік міне. Бұл жерде үлкен ойын-сауық орталығы орналасқан. Көптеген аттракциондар, смотровая башнялар, одан ең маңыздысы акватория деген аквапарк орналасқан. Бұл өзінше бір экзотикалық үлкен бір аквапарк. Өте үлкен. Қазір толық айтатын боламыз барыңыз. Сонымен қатар бұл жерде тамақтанатын орындар көп орналасқан. Жоғарыдан қарағанда өте шағын болғанымен, төмен түскенде ішінде адасып кетуге болады. Сонымен қатар бұл жерде өзінің пляж орналасқан. Сіздер алатын осы қанат жолының билетінің ішіне осы аквапарктың ішіне кіреді. Анау смотровая башняны көрінген, үстіне адамдар шығып және жатқан. Сондай орналасқан. Осылай айтып жатыр адамдар осы жақта екен. Көбі қалды аквапаркте қыдырады. Демалады осында, тамақтанады осында, сосын қайтады. Бұл мына жыныс орманның арасында орналасқан, бұның салғанның өзінде осы көп ағаштарды орнынан алып, тартып соны салған байқалады. Скет 15 минут болды. 15 минут скет. Осындай бір тұрады мына жерде. Қош келдіңдер. Осындай тұрады. Сурет осы жерде. Суреттеріңізді осы жерден аласыздар. Түскен суретті осы жерден алады. Кіре берісі осындай әдемі. Эскалатор қойып қойған сыртқа. Руку дай сюда. Эскалатормен түскеннен кейін бұл жерде карта болады осындай. Анау жерде қазір сол картаға барып, қайда баратынын көруге болады. Өйткені бұл жерде ойын алаңдары өте көп. Әрқайсысы өзі бөлек-бөлек орналасқан. Мариям, картаға барамыз, жүр. Шинжау деген сәлем деген сөз. Кам ын деген рахмет деген сөз. Мариям, жүр. Аквапаркқа барамыз, аквапарк. Біз алдында екінші рет келіп жатырмыз осы жерге, сондықтан көп тоқталмаймыз. Абайла, Мариям. Аквапарк зонасына кетіп барамыз.